Еліміздегі өңдеу өнеркәсіптің өнімдері 122 елге экспортталады. Бүгінгі күні экспорттың тауарлардың сапасы айтарлықтай жақсарды. Шетелге шығарылатын өнімдердің 3-тен 1-і экономиканың шикізаты емес секторына тиесілі. Кейбір тауарлар үшін жаңа нарықтар ашылды. Орталық Азия елдерінде экспортталатын тауарлар 30%-ға артты. Бұл елдерге экспорттың көлемі 1,5 миллиард ақш долларын құрады. Қазақстан негізгі жеткізушілердің бестігіне кіреді және осы елдерге импортталатын тауарлардың 8%-ын құрайды. Отандық өндірушілердің фармацевтикалық өнім жеткізу көрсеткіші 34%-ға өсті. Фармацевтикалық препараттар мен медициналық бұйымдар негізгі нарықтардан бөлек алғаш рет Монголия мен Вьетнамға экспортталды. Сондай-ақ металлургиялық және химиялық өнімдері өткізу нарығы кеңеюде. Өнім қазір ақш-қа және Европа елдеріне жеткізіледі. Азия автоның жеңіл автомобильдері алғаш рет Қытай Халық Республикасына, ал Сарыарқа автопром автомобильдері Тәжікстанға экспортталды.